Барлықтарыңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте қызықты және де экстремалды видео болғалы тұр. Бүгін біз, осындай секретный комната жасадық. Точнее, мен жасадым, Қараңыздар, осында үлкен қылып, екі столды қойып, ішін күшті қылып жасап қойдым. Сыртында осында тек қана простынялар жаптым. Қолымнан келгенше осында секретный комната жасадым. Чтобы ешкім бізді көрмесін, бізге мешать етпес үшін. Қараңыздар, өте үлкен. Сіздерге қалай болып тұр, комментарияға жазып өтіңіздер. Қарсаңыздар, өте үлкен, ішіне кәдімгі көп адам сыяды. Қазір ішін көрсетіп боламын сіздерге. Бүгін біз осы секретный комнатаның ішінде Жанель екеуміз болатын боламыз. Если что, Медина бізге қосыламын деп жылап жатса, өзімізге қосып алатын боламыз. Қарсаңыздар, достар, мен сіздер үшін осы қызық видео жасау үшін осыны үлкен қылып жасадым. Прям бір өзім. Қараңыздар, өте үлкен, ішіне бүкіл адам сыяды. Іші кең, қазір ішін бір ауыз көрсетіп шығатын боламын. Осы простыналардан жасадым. Достар, сіздер де өздеріңіз үйлеріңізде іштеріңіз пісіп кетсе, осылай жасасаңыздар болады. Қараңыздар, күшті, іші қап-қараңғы рахат болып тұрады. Сіздерге ешкім мешать етпейді, сіздерге ешкім келіп, сөйлемейді, рахат та. Қазір ішін көрсетемін. Достар, так что осы видео басталмас бұрын маған поддержка беріп кетіңіздер. Осы видеоға аямай лайк басып, подписка жасап, және де комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Это очень обязательно. Сіздерден осыны всегда күтеміз. Так что сіздер бізге күшті поддержка көрсетіңіздер. Содан кейін біз сіздерге күшті видеолар түсіретін боламыз. Ал мінекей, біздің секретный комнатамыз уже полностью дайын, ішінде заттары да дайын. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Қараңыздар, ухты, күшті дайындап қойдым. Іші қап-қараң болып тұр. Мына жерге жастықтар қойып қойдым. Мына жерге әдем теди мишка қойып қойдым. Екі жастық қойып қойдым, чтобы Жанель екеуміз шаршаған кезде жатып демалатын. И осындай вкусняшкалар әкеп қойдым. Күшті конфеттар. Қараңыздар, бұны ашылып кетіпті. Ашып жеп қойғанға, и осындай күшті тоффино деген конфеткалар әкеп қойдым. И осындай чупа-чупс бар, мен жақсы көретін чупа-чупс. И осындай агуша бар, если что, Медина бізге қосыламыз деп жатса, осыны беретін боламыз. И осындай кукуруза, сулифа деген. Но үшін жаңа ашып қойдым, өзім жеңгіп кетті, осыны жасап отырып. Примерно 1 сағат уақытым кетті, достар. И осындай әдем теди мишкамыз қойып қойдық. В общем, іші кайф болып тұр, достар. Енді сіздер өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, рахат болып тұр. Іші ешкім мешать етпейді, өзіміз отыратын боламыз. Достар, в общем, мынау іші полностью ыстық болып тұр, өйткені жан жақтың бәрі қошалып кеткен. Сол үшін қазір кондер қосып алатын боламыз. В общем, полностью комфорт жасайын деп тұрмыз біз мынаның ішінде. Ешкімізге мешать етпейді, рахат болайын деп тұр. Қазір мынаны доққа қосып алайын. Бисмилля. Так. Что-то жетпей жатыр. Все. Ура, қосылды. Қазір енді полностью суық болып, рахат болып тұрады. Примерно так 18-ге қойып қойын, 17-ге қойып қойын, чтобы қатты ұрып, и на жақтарын барлығы полностью мұздай рахат, прям комфорт болып тұру үшін. Қазір өші мен Жанелді шақыратын боламын, достар. Жанелдің реакциясын бірге көреміз. Потолок болып тұр, енді ұнайды деген үміттемін, өйткені мен өзіме ұнап тұр, рахат та. Кішкентай кезімізде, детствода осыны көп жасайтын еді, кішкентай кезімізде жасап алып, ішінде ойнайтын еді, Енді бір сөзбен айтқанда, балалық шаққа бір рет оралайын деп тұрмыз. Так что осы видеоға күшті поддержка көрсетіңіздер. Ал достар, қазір Жанель шақыратын боламыз, реакциясын көретін боламыз. Прям қызық болып тұр ма реакциясы? Өйткені маған біреу жасап берсе, мен ішінде ұйықтайтын емше, если честно, ішінде жатып өзім комфортын жасап, еще Жанельге деп осыны кондер қосып қойдым. Прикиньте, достар, кәдімгі жағдайын жасап жатырмын. Қазір Жанель қуандан деген ойдамын. И ішінде вкусняшкалар бар, Жанель! Жанеля, көзің жум кірсей. Саған күшті подарка дайындап қойдым. Не деп ойлайсың? Подарка ма? Я. Сен қуанасың, көріңізде, вау деп айтасың. iPhone 16 Pro Max. Ой, iPhone 16 Pro Max дейді, достар. Жанель менің подаркыма что-то бүйтіп істейтін сияқты iPhone қалап тұр екен. Но бұны саған айтайын, қолдан жасалғанға, ешқандай шығынсыз. И андай, бір сөзбен айтқанда, ностальгия ғой, бір сөзбен айтқанда. Я. В общем, көзіңді аша берсең болады, Не ол? Батпырау құшады. Жоқ, ондай емес, типа сондай сияқты, қуанышты зат, Давай көзіңді бер кесен яқа. Сәл жүре бер, давай енді көзіңді аш. Секретный комната саған. Ема, ішін көрсесін. Аңғарса емес, сен 1 сағат бойы білесің ба? Күшті, іші. Баяғыда дачада ойнайтын едік қой. Соға біз дачамызда ойнайтын тұғымыз, достар.
Қара ішіне вкусняшка қойып қойдым, полностью жасап қойдым. Сыртын көрсейші, оценивать етсей, мен жасадым ғой, короче, осыны. Еще кондер қосып қойдым, суық болып тұрсын деп ыстықтамайық деп екеуміз. Қазір осының ішінде екеуміз жатамыз. Баяғыда өйстіп ойнайтынбыз достар біз. Иә, рахат ғой. Сіздер де ойнаған болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Обязательно ойнаңдар. Иә, өйстіп 3-4 стол керек сіздерге, сосын простыналар жауып тастайсыздар. И болды, секретный комната дайын. Если что, достар, сіздер де осылай жасап, қайталап, мені видеоларыңыз астына отметка жасап отырыңыздар. Өте қызықты болады. Сіздерге де ұнайды деген үміттеміз. Давай, Жанель, кіре берсең болады. Давай, бірінші. Давай, наяқтан кірсей. Наяқтан кірсей да. Розовый жағынан кір. Ішіне отырып ал, жайғасып. Жанель, саған ұнады ма? Я вообще күшті достар. Жанель, Бір ощущение күшті. Мединаны шақырамыз ба, Мединаны? Давай шақырамыз, давай сен алып келсей Мединаны. Көзін жұмбап керек. Иә, давай. Достар, короче, Жанель екеуміздің ішіміз піспасын деп Мединаны да шақырып алайын деп жатырмыз. В общем, бізбен бірге ішінде рахаттанып отыратын болады. В общем, на видео потолок болайын деп тұр енді, достар. Так что активность дегенді аямаймыз. Мәні келе жатыр біздің Медина. Давай, Медина, көзің жұм. Айым потом алып келеміз, ол бұзық олыз. Медина, сіздің қалай болды реакцияңды айтып. Күшті қылып көрсет, мақұл? 2, 3. Қарасай сен. Сен ішіне кірсейсен. Күшті ма? Күшті, я? Мә, саған қара агуша әкеп қойдық ішіне. Сулифа деген кукуруза әкеп қойдық. Күшті ма, Медина? Жаным, ұнады Мединаға. Мә, анандай седе әкеп қойдым мен саған. В общем, қазір ішінде ойнайтын боламыз, достар. Қазір мен де ішіне кіріп алайын. В общем, үшеуміз отырып әңгіме айтып, в общем, ностальгия болайын деп тұр. Медикошқа қызық болып тұр, я, Медина, я? Жаным. Ал, достар, біз ішінде жағдайымыз жасап алып отырмыз. Қараңыздар, конфет. Медина уж бастап кеткен. Күшті конфет жеп жатыр, я? Күшті ма адамы? Күшті ме екен? Асым ауыр. Бірақ тісі ауырып жатыр екен. Сондықтан жай же, мақұл, көп жеп қойма. Мынау кім? Медина, кім ол? Ма, біреу жүр ғой мынақта. Бізге клоун ба не? Қойшы сен клоун шақыр. Мама, достар, бізге, короче, мешать етіп жатыр. Қараңыздар, мына төбесін түсіріп жатыр бүйтіп. Қайда? Достар, қараңыздар, біреу жүр. Мынау кім мынау? Ма, потолок, мен қорқып жатыр ма, бізге келіп. Бісміллә. Бұзайын деп жатыр ма біздің үйімізді? Мунира деп жатыр ма? Медина, біздің үйімізді бұзайын деп жатыр ма? Ұршы кәні. Деп ұрыс. Тиіспеді. Кел жатыр біреу. Достар, қараңыздар, наукым комментарияға жазып кетіңіздер, аяғын қараңыздар. Кімсіңе? Кірсейне аха. Неғып бізге кірмей жатыр? Біздің әшін жан-жағымызда жүр ғой мынау. Және кім деп ойлайсың? Бісміллә. Клоун ғой, я же знаю, но клоун кім ғой. Бірақ мен де клоун деп ойлап тұр. Өйткені өткенде ғана клоун ойнаған біз. Ол киіміне ұқсап тұр, достар. Короче, қазір қорқып жатырмыз. Ма, қазір кірет үйімізге күте тұрайық. Мәні, потолок болайын деп тұр. Абайландар, ұрып жүрмесін тағы. Жүгіріп жүр ғой. Мә, достар, көріп тұрсана, қараңыздар, жүгіріп жүр. Нау кәне ойнап жүр. Давай. Кім клоун ба? Шынымен ба? Кәні, біз жаққа кірмей ма не сонда бұл? Кәні клоун ба? Қорқақ клоун еді. Достардан қараңыздар, клоун ғой. Сәлем, сен ағып жүрсің. Өздерің ойласам бола ма мен? Мә, сен шын клоунсың ба? Үштен клоун. Достар, қараңыздар, киіміне дейін. Мен күтпедім, мен бұл үйді саған емес, мен медикоштарға істедім ғой, клоун. Сен қақтан жүрсің ба ше? Мен ойласам бола ма? Ішім пысып жатыр, мен сендермен ойнағым келеді. Не істейміз, бізде ойнатқызамыз ба, Жанель? Мен жаман клоун емеспін, мен жақсы. Точно жақсысың ба? Не үшін келдің ал бізге, соны айтшы. Ішім пысып кетті. Ішім пысып кетті ма? Сен киімің, образың вообще өзгермейді екен, я? Клоункан айналшы шашыңды. Соғы кішкене, келесіде бізге күшті образбен кесей, мақылы, келесіде сол кезде саған одан да күшті сюрприздер дайындаймыз, мақма? Мә, достар, ойнауға боламайды. Не істейміз, Медина кіргіземіз ба? Жанеля? Сиямыз ба? Болды, онда сияды екенбіз, бірақ сен шашыңды абайла, мақыл? Сыймаймыз ба не? Медина қорқып тұр, іші тарланып жатыр. Жаным, болды, сен клоун кіре беруіңе болады біздің үйімізге. Наяқтан кір, бергел. Бізде вход на жақта. Наяқтан кіресін. Қорқпа, Медикош қорқып жатыр, достар. Вау, мына сендердікі ма? Иә, біздікі. Қарсаңыздар, достар, бізге клоун келіп. Компиттен жеп отсаң болады клоун, анандай не жесең де болады, не дейтін еді? Кукуруза же, вау. Тісі бір түрлі екен, түрі бір түрлі, онша емес, қашан образды өзгертеді екен. Сен тісің ауырып жатыр ма? Демейін дейді, короче. Яқта клоун жейін деп жатыр.
Ма бізге клоун кәдімгі қосылып біздің қасымызда отыр ғой. Достар, сіздерге осында клоун келіп сіздермен бірге ойнасам бола ма десе, не деп айтасыздар, сонда комментарияға жазып отырыңыздар, қандай реакция көрсетесіздер, қандай ощущение болады екен, сонда комментарияға жазып кетіңіздер. Клоун жағдайын істеп компьютер ашып беріп жатыр. Ой, молодец. Клоунмен дос болып алды уже. Жаңа қорқып отыр еді кішкене, уже дос болып алды. Кән клоуннан бетінен сүйші, Медикош? Кән? Молодец, біз уже клоунмен дос болып алғанбыз, достар, көрдіңіздер ма? Ал мына жақта бізде клоунмен күшті ойын ойнап жатырмыз. Медикош маған қарап отыр. Неше? Күшті ойын болып жатыр, достар. Рахат екен. Қанша десем болады? Ойын ойнап жатыр. 1, 3, 4, 5, Давай. 7, 8. 9. Давай, жаным. Ұтылды, клоун ұтылды. Сен бізге бір ойын көрсет или бірдеңе көрсет. Я, сен ұтылдың. Иә, сен ұтылдың. Давай, кет. Не істейсің Давай бізге? сендерге фокус көрсетейін. Қандай фокус көрсетесің? Мен Циркачтар ғой бұлар. үш Иә. күйші санаймын. И мен қазір шығып кетемін, бірақ мынаны ашпаңдар. Үш күйін санаймын, сол кезде үш дегенде сөздерің шығасыңдар. Ал былай шықпаңдар, әйтпесе фокус болмай қалады. Күшті фокус ба? Біз сенеміз ба оған? Күшті бола ма? Бірақ сен Точно ма? ашып бүйтіп қарауға болмайды, ол кезде болмай қалады. Болды онда, түсіндік, ойша шықпаймыз онда. Болды. Сіз шығып бізге фокус көрсете беріңіз онда. Қаттырақ санаңыз, бірақ біз естімей Я, алмай қалсыз. қаттырақ санаңыз. Медикош Дайынсыздар қойна. ма? Я, дайынбыз. Қазір бізбен ойын ойнында фокус көрсетейін деп жатыр, достар. Мына не істеп жүр мынау? Ойбай. Өлә, бір дейді уже. Мана жүгіріп жатыр. Достар, мына бізге көрсетпеңдер деді да, бірақ біз қарсаңыз жүгіріп жүр. Екі дейді, үш деп айтады, ура! Не көрсетеді екен? Примерно. Күшті үш дейді, шығайық та. Күтеміз ба, күте тұрамыз ба? Жоқ, давай шығайық та. Үш деді, кеттік, Медина. Кәні біздің фокус. Клоун қайда? Өлә, клоун жоғалып кетті, достар, бізге фокус көрсетем деп. Ол тығылып қалған ғой. Бізде мына жерлерде тығылып қалған, қазір шығарып аламыз. Клоун қайда? Мына жақта да емес қой, қақта? Менен клоун қақа кетіп қалды, өлә. Достар, біз клоунды жоғалтып алдық. Өзі бүйтіп үш деп бүйтіп жоқ болып кеткен шығар, иә? Сонда фокустары бар ғой, иә? Вообще клоундарға сенім жоқ деп. Сол ғой, енді дос болайын деп жатқан кезде ше. План жасады ғой. Я бізге Пранк жасап жатыр ғой, ё-моё, достар. Короче, біз кішкене обида ұстап қалдық клоунға, өйткені бізді қараңыздар, алдап кетіп отыр ғой, бір сөзбен айтқан пранк жасап кетті. Так что, достар, біз енді қазір клоунды іздеп сіздерге екінші частьпен оралатын боламыз. Так что, екінші частьті күтіңіздер, өте қызықты, және клоунды ұстап алып, біз оған напротив, короче, пранк жасайтын боламыз. Қайтарамыз. В общем, так что осы видеоның жалғасын күтіңіздер. Так что, барлықтарыңызға пока!